Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Сана Ещанова, дәрігер-психологпын. Осы менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналда мен сіздермен психологияны қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Және де өздеріңізге жаңағыдай психологқа баруға қорқатын жандарға өзімен өзі жаңағыдай үйде жұмыс жасауға қауіпсіз сондай техникалармен бөлісіп отырамын. Бүгінгі видеомда сіздермен осы психология деген не, жалпы адам өмірінде ол психологияның қандай маңызы бар, сол тақырыпты ашып өткім келеді. Психология жалпы медицинаның бір саласы ол. Ең бірінші жанды зерттейтін, емдейтін, сол жанды зерттеумен айналысатын ғылымның бір түрі. Мысалға бізге невропатолог, окулист врачтар қалай керек болса, психологтар да бізге дәл солай керек мамандардың бірі. Қазіргі таңда психология осы Қазақстанда өте көп бет алып жатыр. Оның себебі біз батыс елдеріне еліктеп, оның жақсы жағымен қоса, оның қалай десек болады, негативный жағына да біз өзімізге көп алып жатырмыз, қаласақ та қаламасақ та. Яғни білім, ғылым дамыған сайын әртүрлі аурулар да бізде көбейіп жатыр ғой. Сол сияқты бізде көзге көрінбейтін, қолмен ұстай алмайтын, яғни организмнің ішінде бір орналасқан деп айтуға да болады оны, бірақ оны біз көзбен көре алмаймыз. Сол себепті психология осы көзге көрінбейтін адамның жағымен айналысатын ғылым. Психология көбіне кімге керек? Әрине барлық адамға керек деп айтуға болады, бірақ соның ішінде әсіресе әйел адамдарға керек. Себебі біз әйел адамдар өлімге өте қатты берілетін. Оның бір жағы, яғни медицина тұрғысынан қарасақ та, мысалы әйел адамдарда бізде жаңағыдай фазалар, менструалды фаза дейді ғой, циклдан өтеміз. Соның неше түрлі фазасы бар. Сол кезде бізде жаңағыдай гормондарымыз неше түрлі күйге түседі, көбейеді, азаяды. Сол кездері бізде сезім қатты күшейеді. Сол себепті біздердің сезімталдығымыз өте ерекше. Сол психология бізге сол тараптан үшін керек. Яғни біз не болып жатыр менің ішімде, осы сезімдер қайдан туып жатыр, ол физиология ма, әлде ол психология ма, соны ажыратуға. Және біз қарым-қатынасқа түскен кезде тағы да эмоцияға қатты берілеміз. Мысалы, ашуланып тұрамыз, баламызды ұрып жібереміз, содан кейін өкінеміз, не үшін ұрдым деп. Сол баламызға ашуланып тұрған кезде біз неліктен ұрып жіберіп өкінеміз, себебі біз баламызға емес ол кезде ашуланып тұрмыз. Не өзімізге ашуланып тұрмыз, не күйеуімізге, не енемізге, немесе басқа жұмысымыздағы бастық бар деген сияқты. Үлкен адамнан біз өзімізді жаңағыдай жоқ деп қарсы жауап бере алмаймыз. Сол себепті өзімізден кіші кім, балама, балаға бүкіл жаңағыдай негатив эмоциямыздың бәрін шығарып тастаймыз. Содан кейін өкінеміз. Сол себепті сол нәрселердің ара жігін ажырату үшін бізге психологияны оқу керек. Қазіргі таңда тіпті керек. Себебі қазір ақпараттың көбейген заманы, барлық адамдар әлеуметтік желіде көп отырамыз, телефон барлығымызда бар, жаңағыдай TikTok, Instagram'да көп қараймыз, миымызды жаңағыдай нерв жүйесінің шектен тыс қозуына біз өзіміз өз қолымызбен соған әсер етіп жатырмыз бірыңғай. Психологияны оқу арқылы, психологияны зерттеу арқылы, өзімізді зерттеу арқылы сол нәрселердің ара жігін ажыратып білеміз. Көп адам мысалға қазір өте тревожный состояниеде жүреді. Өзіне өзі қорқып, үркіп, сыртынан қарасаң қалыпты адам сияқты, бірақ іште тревогасы өте көп. Депрессивный состояниеде қазір көп адам жүреді. Депрессивный состояниеге анемияның кесірінен, басқа да аурулардың кесірінен келетін шығармыз, но бірақ психологиялық тұрғыдан депрессияда жүрген адамдар өте көп. Және де бұрынғы мысалы инфаркт, инсульт деген аурулар үлкен адамдарда болады деп мысалы оқытты біздерді. Қазіргі таңда онкология, инфаркт, инсульт деген өте жас адамдарда да кездесіп жатыр. Оның бәрі неліктен? Ол яғни біз организмді, теломызды түсінбейміз, тыңдамаймыз, сигнал береді, организм шаршадığında сигнал бере ма, оны біз тыңдамаймыз, елемейміз, чувствоны өлтіріп тастағанбыз. Себебі чувствовать етсек бізге өте қатты больно болады. Сол нәрсе больноны сезінбес үшін біз чувствоны өлтіріп тастаймыз да, как робот сияқты өмір сүріп жатырмыз. Біз тірі жан болғандықтан организм бізге бәрібір сигнал береді. Сигналды қалай береді? Бірінші жай ғана түсіндіру арқылы, жаңағыдай тревожный состояние арқылы береді. Оны түсінбесек, ары қарата уже психосоматика кетеді, яғни ауыр диагноздар арқылы көрсетеді. Сол себепті психологияны әйел адамдарға, қыз-келіншектерге әсіресе өзі үшін, маман болу мақсатында емес, өзі үшін, өзін түсіну үшін, өзінің ішкі күйін бақылау үшін, өзінің ішкі күйін балансқа орнату үшін оқу керек деп мен ойлаймын. Бұл менің өзімнің ойым, енді барлық адам келісуге онымен міндетті емес. Жалпы психология туралы осындай ақпаратпен бөліскім келеді. Не үшін психология дегеніміз не деген мақсатта? Келесі видеоларда техникалар мен басқа да жаңағыдай қазір түп саны, подсознание, сознание, бессознание деп сондай тақырыптарда, травма дегеніміз не, убеждение, установка дегеніміз не, соларды қалай өзгертуге болады, осындай тақырыптармен бөлісіп отырамын, ақпараттармен. Жазылыңыздар, бақылап қарап отырыңыздар. Сау болыңыздар.